су жайлы кеңеден таралған. Бір ғана болақтың көзін кім ашты егер, мың есе сауап боп өзі де оралған. Кемеңгер қалқымда теңеу көп саналуан, ұлылық даналық мұхитқа баланған. Адамның өмірін өзенге ұқсатқан, теңіздей тереңді кемелдік саналған. Су бол өмірдің нәрі, су бол тіршілік мәні, су бол табиғат жаны, суменен гүлденер бәрі. Тамшылап аққан су тасты да теседі, суменен әрленсе шөлде гүл өседі. Судың да сұрауы бар деген сөзді айтып, өсиет қалдырған